Ең маңызды мен үшін ол нәтиже, балалар үйрену үшін. Мырзагалиева Аружан және Дамир Айдана. Қағазы төмен. Енді келесі біздің өнерімізді бағалап жүргеніңізге үлкен рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге. Тұлғалар, группалар бар болатын болса, соларды шынымен де біріктіріп, үлкен кештер ұйымдастырмасқа нағыз бір диалог болады деп ойлаймын. Достар, қап-қараңғы түнектің ішінен керемет бір жарықты көрсетейін сіздерге. Сабир өте керемет, прям оазис болып тұр ғой. Керемет мекеменің ішінде, прям сонда бір уют жасағансыздар. Негізде қанша оқушы бар? Қазір 15 оқушым бар. Бірақ бұрын менде 31 оқушы болған, шәкірттерім болған. Бірақ жабылғандан кейін уақытша олар азалып қалды. Басқа үйірмелерге кетті. Бұрындан маған жүретін оқушылар қалды. Ашылғандан кейін осы SG Talent Center үйірмесі бұрын болған жоқ. Қайтадан ашылған кезде уже ресми бір үйірме аштым, логотиппен бәрімен. Неше бала тәрбиелей аласың негізінде? Ең маңызды мен үшін ол нәтиже, балалар үйрену үшін. Көп оқушы болса, оларға уақыт жетпейді. Бірақ аз болса да, әр балаға өзінің подходпен, авторлық методикамен жұмыс істеп, аз бала болса да, бірақ нәтижесі жақсы болады соңында. Одан басқа менің үйірменің ережелері бар. Әр 3 ай сайын 2 үздік оқушыларыма мадақтама береміз. Шамалған ауылының әкімнің қолынан, менің қолыммен, әкімнің қолымен марапаттар. Неге айтсаңыз, балаларға мотивация болу үшін. Супер. Сол ережелер бойынша. Вообще, Сабир, негізінде ең ұзақ келіп жатқан бала неше ай или неше жыл болған? Олар, мен айтамын, 2 жыл маған қатысқан. Мен басқа үйірмелерде жұмыс істеген мұғалім, тек жетекші емес, мұғалім ретінде. Маған қатысып жүргендер маған қайтадан келді осы үйірмеге. Осы үйірмеде жалғастырып үйретіп жүрміз. Өте дарынды балалар, негізі бірнеше айдың ішінде күйлерді тез тартып алады. Сол мотивация болу үшін қосымша мен әртістермен кездесіп, мысалы Секен Тұрысбеков композиторымыз бар, сол сияқты кісілермен кездесіп, балалар авторлардың қолынан автограф алып, қуанады ғой, сол автографпен мотивация алып, әрі қарай жұмыс істейміз. Сабир, қанша жыл болды домбырадан? Мен 10 жастан үйреніп, Қаскелен деген музыкалық мектебін бітірген, содан кейін Алматы қаласының Чайковский атындағы музыкалық колледжін бітірген. Негізгі мамандығым болған домбырамен дирижирование. Сол дирижированияды бітірген кезде мемлекеттік емтихан болған кезде авторлық күйім, ұшқонар күймен бітірген дирижированияды. Әділ Мирас, Нұрхан, Бейбарыс, қазір сіздің құрметіңізге Аружан мен Айдана орындап отырады. Ер турамында үздік балалардың біреулері Мырзагалиева Аружан және Дамир Айдана. Айтады ғой, қазақтың жақсы сөзі бар, нағыз қазақ, қазақ емес нағыз қазақ домбыра демекші. Сіздің құрметіңізге Ер турам музыкасын орындап береді.
біздің SG Talent Center үйірмесінің оқушысы Мирас Әділ сізге ерке сылқым күйді орындап береді. Сыныпта мен берген тапсырмаларымды үйде жаттап келесің. Окей? Қағазды төмен. Енді келесі 7-ші перне. 7-ші пернеге өткен кезде бас бармақ өзгермейді. 5-ші пернеде бола берді. Ашық. Бірақ енді дұрыс тартасың, бірақ домбыраны дұрыстап ұстау керек. Бүйтіп емес, солай емес, именно дұрыс ұстау керексің. Қазір сіздің құрметіңізге Айдана мен Аружан балбырауын күйді орындайды домбырада, ал мен шаң қобызбен қосылып орындаймын. Құрманғазы Сағырбайұлының күйі балбырауы.
құрметті қаскелеңдіктер, Қарасай ауданы тұрғындары, біз сіздерге керемет бір туындымен, керемет бір тұлғамен, керемет бір өнер мектебімен десек болады, таныстырғалы жатырмыз. Сабир мырза, шынымен де мен қуаныштымын. Осылай біздің керемет жұмыс балаларымызды тәрбиелеп жатсыңдар. Бұл салаға қайдан келдіңдер вообще негізінде? Осындай бір өнер саласына. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Мен де өте қуаныштымын келгеніңізге. Біздің өнерімізді бағалап жүргеніңізге үлкен рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге. Негізі осы үйірменің, SG Talent Center үйірменің басты мақсаты ол қазақтың мәдениетіне, фольклорына біздің жастарымызға жеткізу. Домбырашы болғандан кейін, күйші болғандан кейін, домбыра арқылы әр түрлің, әр ұлттың музыкасын орындап жүрмін. Неге айтсаңыз, басты мақсаты ол әр ұлттың музыкасын орындалған кезде домбырада, мысалы, тек қазақ музыкасы емес, түрік музыкасы болсын, күрд музыкасы болсын, содан кейін орыс музыкасы болсын, әр ұлттың музыкасын орындалған кезде, тойда немесе концертте, фестивальдарда әр ұлттың өкілі келіп сұрап қояды, қандай аспап орында екенін естіп келеді ғой. Мысалы, орыс музыкасын орындалған кезде орыстар өзінің халық әнін біледі ғой, келіп сұрайды, қандай аспап ойнады екен. Сол кезде, көрген кезде домбыра, әрине біз бәріміз білеміз. Домбыра сұраған кезде мен домбыраның тарихын айтып тұрмын, домбырамен таныстырамын, қай халықтың аспабы. Ал домбыра, оның идеологиясы, домбыра біздің жалпы біздің Қазақстанның символикасы, қазақ халқының символикасы. Домбыра негізі түрк әлемнің ата аспабы. Біз үшін, біз негізі менің отбасым, менің туысқандарым, таныстарым, достарым таңғалып жүрмейді. Мен неге домбыра тартып жүрмін, күйлер жазып тұрмын. Ең біріншіден мен өзім де таңғалмаймын. Неге айтсаңыз, домбыра біздің жалпы жаңағы айтқанда түрк әлемнің ата музыка аспабы. Енді біздің басты мақсатымыз тек менің емес, басқа жетекшілердің, басқа мұғалімдердің, орындаушылардың, күйшілердің, әр музыканттың негізі басты мақсаты болу керек. Өнер арқылы бірлік, ынтымаққа шақыру. Мен ойлаймын, әр орындаушы осы мақсатпен жұмыс істесе, өздерінің мұғалім болса, өздерінің оқушылармен, күйші болса, халықпен жұмыс істеген кезде, осы системамен жұмыс істесе, мен ойлаймын, одан да тез көбейіп кетеді біздің концерттеріміз. Мақсаты болғаны ол бірлік, достық, ынтымақ. Яғни әр ұлттың музыкаларымен диалог болады өнермен көрсетеміз. Сабир мырза, көп рахмет. Осындай еңбекті ары қарай жалғастыра беріңіздер. Мен де бұған қатты таңғаламын. Не үшін десеңіз, шыны керек, ескі әндер кешін бастағанның негізгі себептерінің бірі, осы Қарасай ауданында осындай дүниені, енді бұл элита болып саналады ғой, жалпы енді өнер элита болғаннан кейін көбісі қолжетімді бола бермейді. Сіздер үлкен бір фестивальдарда ойнауы мүмкін, үлкен бір тойларда, бірақ қарапайым халыққа бұл жетпегеннен кейін бір алыс көрінеді, қорқады. Бұл ескі әндер кеші арқылы осындай бір дүние жасағаннан кейін, мысалы сіздермен танысып жатыр, өнерлеріңізбен, жас балаларды көріп жатыр. Менде қазір прям шабыт пайда болып жатыр. Неге біз осы Қарасай ауданының осындай өнер адамдарын шығармасқа? Неге осындай қандай бір туындылар бар болса, қандай бір керемет тұлғалар, группалар бар болатын болса, соларды шынымен біріктіріп, үлкен кештер ұйымдастырмасқа? Нағыз бір диалог болады деп ойлаймын. Әрине осы бағдарлама арқылы шақырған кезде қонақтарда шабыт алады. Негізі ол жақсы ғой, халыққа өнер көрсеткен кезде халық демалады. Музыка тыңдаған кезде фонограммасыз.
яғни әр музыкант орындалған кезде магнитофон орындалған кезде немесе аппаратурамен дайын музыкалар, дайын запистер орындалған кезде ол басқа. Мен өте қуандым шын айтқанда. Балалармен бірге фонограммасыз, ешқандай фонограммасыз елге, халыққа, қонақтарға көрсеткен кезде әр қонақ музыкаға емес, уже біздің орындауымызды бағалап тұр, қарап тұр, тыңдап демалып отыр. Ол өте керемет бағдарлама. Енді мен өзім бүгінгі күнде Қазақстан Халық Ассамблеясының мүшесі болғандан кейін дүниежүзілік ақысқа түріктердің президентінің, датоп ұйымының президентінің мәдени жөніндегі кеңесшісі болғандан кейін, әрине осы бағдарлама арқылы сізбен бірге жұмыс істеген кезде ол мен үшін де өте жақсы болады. Неге айтсаңыз, біздің идеологияларымыз бір, біздің идеяларымыз бір, мақсатымыз бір. Ең көп қуанып жүрмін мен не үшін? Әрине біздің идеяларымыздың мақсатымыз бірде. Ол достық, бірлік, ынтымақ. Енді сол бағдарламаларға қатысып жүргендер қонақ келген кезде мүмкін араларында ренжіп жүргендер болған. Сол бағдарламалар арқылы олар қайтадан дос болып осы біздің бағдарламамыздың концертіне қарап отыр. Сабир мырза, қорытындылай келе не айтқыңыз келеді біздің оқырмандарға? Біздің Қарасай ауданының тұрғындарына біздің керемет бір инстаграмда болатын Қаскелең KZ деген парақшаға өте рахмет айтқым келеді. Зор денсаулық тілеймін сізге. Біздің көрермендерге үлкен рахмет. Көріп тұр, бағалап тұр. Біздің Қаскелең KZ-дің негізі пайдасы бар біздің ауданның тұрғындарына, біздің көрермендерге. Неге айтсаңыз, сіздің контентіңізде негатив жоқ. Сіздің контентіңізде тек көңіл күй көтеретін выпуск, эфирлер. Сол себептен біздің көрермендерге үлкен рахмет, зор денсаулық тілеймін. Жақсылықта кездесейік. Қуаныш мырзамыздан ескі әндер кеші бағдарламалар сияқты қатысып жүріңдер, музыка тыңдап отырыңыздар, демалып отырыңыздар. Менің ойымша осы бағдарламалар арқылы біз сізбен кездесіп, сізбен бірге біздің мақсатымызға жетеміз. Яғни қайтадан айтамыз, басты мақсатымыз ол бірлік, татулық, тағдыр. Неге айтсаңыз, біздің Қазақстанымызда 130 ұлт бар, әр ұлттың мәдениеті бар, әр ұлттың фольклоры бар, музыкасы бар, дәстүрлері бар. Сол бағдарламалар арқылы біз осы ұлттарға, мәдениеттеріне құрметімізді көрсетеміз. Рахмет, Алла разы болсын.